Сәлем достар, Балбармақ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен балық қуыру құпиясымен бөлісетін боламыз. Балықтарымыздың иісі мұрын жаратындай, сондай дәмді, әрі нәрлі, әрі алтын түстес болып шығады. Балығымызды қуыру үшін осындай қоймалжың масса жасап аламыз. Ол үшін бізге бір тұқым жұмыртқаны араластырып, жарты кесе су құйып, шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 5 ас қасық ұн саламыз. Жақсылап араластырамыз. Түйіршіктері езілгенше жақсылап араластырыңыз. Осындай қою масса шығады. Тағы да үстіне 2 қасық су құйып араластырамыз. Қоймалжың массамыздың консистенциясы осындай болуы қажет. Ал енді балықтарымызды қуыруға көшеміз. Ол үшін әрине бірінші балығымызды жақсылап тазартып, бөліктерге бөліп, жақсылап жуып, тұздап, кептіріп аламыз. Бұл туралы алдағы уақытта бөлек видео салатын боламын. Сол үшін каналға тіркеліп алыңыздар. Баяу отта қызып тұрған майымызға балығымызды массамызға малып алып, қуыра бастаймыз. Отымыз қатты болмауы қажет. Қатты болса, балықтарымыздың сырты тез пісіп, ортасы піспей қалады. Балықты ұнға қуырғанға қарағанда, осылай етіп қуырған тиімді. Себебі ұнға қуырған майымыз қарайып, күйіп кетеді. Мінеки осылай балығымызды қайта-қайта сұйықтығымызға малып, әр жағын 4-5 минут қуырып аламыз. Достар, каналдағы рецепттер ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Қандай да пікір қалдырсаңыз да, ол бізге өте маңызды. Мінеки бір жағын осылай 4-5 минут қуырып алдым. Екінші жағына аударып жатырмын. Осылай барлық балықтарымызды қуырып аламыз. Балықтарымыздың иісі мұрын жарады. Сондай дәмді, әрі нәрлі, алтын түстес болып шықты.